Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен Алтын. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет пончиктің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Жылы сүтімізге қантымызды, майымызды жұмыртқа салып араластырып, одан кейін ашытқымызды салып жақсылап араластырамыз. Еліктен өткізіп ұнымызды қосып араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағат жарым 2 сағаттай жылы жерге қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымыз осылай әдемі болып көтерілуі керек. Қамырымызды жаямыз. Қамырымыз біркелкі болып жайылу керек. Біркелкі етіп жайсаңыз, пончиктеріңіз әдемі бірдей болып көтеріледі. Осылай бокалмен ойып шығамыз да, одан кейін кондитерский насадкамен ортасын тағы да ойып шығамыз. Енді майымыз қатты қызбаған болу керек, екі жағында аударып пісіріп аламыз. Енді пончиктерімізді шоколадқа аунатып, батырып аламыз. Барлығын осылай істеп болғаннан кейін, бетіне әртүрлі конфеттер, кондитерский посыпкаларды сепсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мінекей пончиктеріміз дайын болып қалды. Өте дәмді, өте әдемі болып шықты. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіз.